Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар арнасы. Достар, мен бүгінгі видеода Жәнібек хан туралы айтатын боламын. Жәнібек хан, Жәнібек Әбу Саид, қазақ хандығы мен қазақ хандарының әулетінің негізін қалаушы, Барақ ханның ұлы, Ұрыс ханның шөбересі. 15 ғасырда өмір сүрген, ислам дінін ұстанған қазақтың батыры. Оның әкесі Барақ хан болған. Ол да әкесі сияқты хан болған. Жұбайы Жаған бегім ханым болған. Ал балалары болса Қасым хан Елінші, Таныш, Жаныш, Әдік, Жадық болған. Яғни 7 баласы болған. Жәнібек хан 1456 жылы Дешті қыпшақты шайбандық Әбілқайыр хан билік қолына алған соң көшпенді халықтың Жәнібек пен Керей бастаған бір бөлігі Моғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозыбасы өзендерінің аңғарында орын тепті. Моғолстан ханы өз қарсыластарымен болатын күресте көмектесер деген есеппен қазақ басшыларымен одақтас болды. Өзара қырқысулар мен соғыстардан жапа шеккен 200 мыңға жуық көшпенділер Жәнібек хан мен Керей ханның маңына топтасты. Олардың билігінің күшеюі 1468 жылы Моғолстанға әскери жорық жасамақ болып, бірақ жол үстінде кенеттен қайтыс болған Әбілқайыр хан олар тарапынан қауіп төнуі мүмкін деген ой салды. Жәнібек хан қазіргі Шу станциясының солтүстік-шығыс жағындағы хантауды қоныстанған. Әбілқайыр хан өлімінен кейінгі тағы үшін болған өзара қырқысулар Дешті Қыпшақта өрши түсті. Оған туған жерге оралуды көздеп жүрген Жәнібек хан мен Керей хан араласып кетті. Міне достар, бүгін сіздерге Жәнібек ханның өмірбаяны туралы айтып бердім. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау шалып алсаңыз.